Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жаз. Енді сол Куба атом дағдарысы кезінде масқара болғанда Совет одағы, дәл енді содан бергі мынау Путин кезіндегі масқара болды. Жұрттың бәрі айтып жатыр, мынау Петр бір, біздше айтқанда Петр бір, сол Петр Еуропаға терезені ашып, орысты өркениетке апарып еді. Сосын тағы сол Петрдің заманында ма, одан кейін деме басыбайлы шаруаларды, яғни анау 200 еркекті мал құсап бір қораға қамайтын, 200 әйелді мал құсап бір қораға қамайтын, сон керек кезінде шаңдастырып ап, жаңа 50 әйел ғана көтерсін, ана 150 жұмыс істесін, биыл енді көктем жақсы шықты, әйелдер жүкті болса жұмысқа жарамай қалады деп 50-ін ғана шаңдастырып, 150-ін шаңдастырмай ұстап отырады. Сөйтетті ана жақтан біреу, жаңа биыл енді мен сол әйелдердің бәрін жас құлдарды туғыстайын, маған ана тағы бір 50 әйел берші десе, ол 50 әйелді береді. Ол 50 әйел ананың ішінде сол жаңағы бақытты болып, сол 50 әйелге қосуға әкелінген бұқалардың ол кімдікі, қайсынікі ешкім білмейді. Бұлар өстіп кешегі 19 ғасырға дейін өстіп мал болып өмір сүрген халық қой. Құдай кешсін. Құдай кешсін, менің күлгенімді кеш. Мына қасиетті ораза айында өзімді максимал деңгейде ұстап, өзімді максимал деңгейде барлық пендешіліктерден қалыс ұстап, тіпті ашуым кеп қатты айтып тастайтын жерде де кешіріңіз деп тоқтап, сөзді сөйлесуді тоқтатып тастап жүрмін қазір. Енді жайшылықтағы мінез болса, тура тасталқан шығарып айтысатын жерде де кешіріңіз, менің көңіл күйім жоқ деп сөйлесуді тоқтатып тастап отырмыз. Себебі оразамыз. Оразаның құрметі, анау бала күнде атамыздан қалған не? Оразаның құрметі. Оразаға құрмет. Сондықтан кешірім өтінем. Бұл енді айтсақ та күлкім келеді. Күні кеше 19 ғасырға дейін бұл сойыстып мал болып өмір сүрген қауымның бүгінгі тұқымы. Мал кәдімгі. Оны міне артымыз толған кітап, мен сол өткенде бір орыстардың сол басыбайлы шаруаларын суреттеген материалдарды оқыдым, осы кітаптардың ішінен тауып алып тағы жариялаймын. Ол кезде біздің ата бабамыз, ол орыстар әлі мал болып, 200 еркегі бір қорада, 200 әйел бір қорада жатып, сөйтіп жүрген кезінде, ол біздің ата бабамыз, ол анау мұнарасы аспанға тірескен сығанақ, отырар қаладарын, анау азаулы қаладарын салып, мына Орта Азияның ірі қаладарынан тартып, қазіргі Қызылорда, мынау Ақтау, мына Орал шендеген, тіпті мына Орталық Азияның кіндік қаладарының барлығын сол біздің аталарымыз салып, о жерде үлкен орталықтар, айналасы көшпенді тайпалар болып өмір сүріп, ат үстіндегі империяларды құрып, салық жүйесін орнатып, кәдімгі адам болып өмір сүріп жүргенде, бұлар күні кеше 19 ғасырда кәдімгі. Ай, сен маған биыл 20 бұқа бер, мен саған 10 сиыр берейін деп, анау малшылар бір-бірімен саудаласқан сияқты, бұлар сөйтіп саудаласып жүрді 19 ғасырда. Бүкіл дүние жүзі өркениетке бет алғанда, бұлар сондай саудаласып жүрді. Бұлардың күні сол. Сондықтан да бұларда баласына шешесінің мейірімі жоқ, отбасылық құндылық туралы ұғымдары нол, баласы ер жетер, ер жетпестен құл болып басқаға кетеді. Ол баласына мейірімін бермеген анасында аналық махаббат болмайды, анасынан жылу көрмеген балада балалық махаббат болмайды. Дене сапасы толымды болса әскерге кетеді. Отбасы, аға бауыр деген ұғымды көрмеді ғой. Күні кешеге дейін бұлар көрген жоқ. Кәдімгі біз бұқан әкеп сиырға қосып, төлін алып, айғырды алып кеп биеге қосып, төлін алғанымыз сияқты бұлар сол өмірді сүрді. Басыбайлы шаруа деген сол болды. Адам, жеке отбасы жоқ, жеке меншік әйел жоқ, ондай ұғым. Құдай кешсін, тағы күлмейін деп тағы күліп жібердім. Құдай кешсін, мені күлгенім үшін кешсін. Сөйтіп өмір сүрді ғой бұлар. Міне тексіздік деген
Күлмейін десең де күледі екенсің. Тексіздіктің қайнары жатыр, мына жауыздықтың қайнары жатыр. Неге сондай? Бүкіл дүние, бүкіл Еуропа, бүкіл дүние жаңа тіксінетін сұмдықтар, жауыздықтар, анау русский шовинизм, жаңағы великая русская деп ісініп кебініп сөйтетін бұл ауру неге бұл халықта сондай дендеп кетті? Себебі анан тамыр анда жатыр, психология анда жатыр. Психология түбір сонда жатыр. Көзімнен жас шығып кетті ғой, күлемін деп. Енді осындай қалыптасқан халықтың эволюциялық өсіп, жаңағы малекеш малды аяйтын, бір құсекеш құсты аяйтын, әй, көкті жұлма, көктей орласың деген сияқты сондай бір адамгершілік бару. Жаңағы малекеш малды бауыздайтын кезде жаңағы пышағыңды көрсетпей бауызда дейтін адамгершілікке баруы. Ай, малға да обал болады. Атыңды демалт, мініп бара жат, біраз жерде ерін алып, біраз жібер дейтін, малға дейтін аяушылық болатындығы. Ол мал түгілі адамға аяушылығы жоқ бұндай халық та жаңағы қазақылықта бар жаңағы адамгершіліктер, жаңағы ұят болады дейтін ұғымдардың бұлардың санасына кіруіне 1000 жыл керек. Менің өзімнің есебімде 1000 жыл керек. Себебі біз біртіндеп өсудің нәтижесіндеміз. Және сол орта бізді жетілдірді. Әрбір мысалы адамның генінде ақпараттық жады болады. Біздің денемізде ақпараттық жады болады. Ол ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Мысалы мен бүйтіп ойланып отырып, мен әкемнің, атамның, мүмкін арғы атамның, Қабанбай бабамның кешірмелері мен бүйтіп миымды ақтарып, оны көре алмағаныммен, бірақ көмескі санада, көмескі түйсікте, подсознанияда да. Подсознанияда. Ол ақпараттың бәрі жазулы тұр. Бір атадан берілген ұрпаққа берілетін бұл ақпараттың барлығы жазулы тұр. Ол ақпарат біз оны ашып, мынау Қабанбай бабам деген, мынау 10-шы атамды деген, мынау 15-ші атамды деген деп біз ол ақпаратты оқи алмағанымызбен, бәрібір сол ақпарат біздің көңіл күйімізге, біздің мінезімізге, біздің психологиямызға, біздің дүниетанымымызға әсер қылады. Мінеки, ал бұлар 19 ғасырға дейін сондай өмір сүргендіктен, отбасылық құндылықтар болмағандықтан, басыбайлы шаруа болып сатылып жүргендіктен, мал ретінде қаралғандықтан бұларда әкенің балаға деген махаббаты, еркектің әйелге деген махаббаты, жаңағы, оның барлығы жоқ. Сондықтан бұларда жаңағы шешенің балаға, баланың шешеге махаббаты, оның барлығы жоқ.